Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге асқабақтан адам ағзасына өте пайдалы шырын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен асқабақ, алма, лимон, апельсин қажет болады. Асқабақтың сыртын тазалап, жуып алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң қабығын аршып, ішіндегі дәндерінен тазартып, ұсақ етіп турайтын боламыз. Құрметті көрермендер, бұл шырынға қанша грамм асқабақ, алма кететінін төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сол жақтан қарап алсаңыздар болады. Асқабақ шырынын қан қысымы көтерілгенде, дене ісінген кезде, бүйрек және жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруларына шалдыққандарға өте пайдалы. Асқабақ шырынында аскорбин қышқылы өте көп, иммунитетті көтеріп, түрлі аурулардың алдын алады. Асқабақтың дәні мен етінен түрлі емдік дәрілер жасалынады. Халық медицинасында бауыр бүйрек ауруларының бірден-бір шипасы осы асқабақ шырыны болып табылады. Нәтижесін көру үшін бұл шырынды 10 күн бойы таңғы аспен бірге 1 стаканнан ішіп тұру қажет. Достар, асқабақтың барлығын майдалап турап алдық. Енді қалауыңызға қарай алмадан қосып жіберсеңіздер болады. Кей адамдарға асқабақтың дәмі мүлдем ұнамайды, сондықтан дәмін басу үшін алманы пайдалансаңыздар болады. Мен 2 алма қостым. Сыртын жақсылап аршып, майдалап турап, асқабақпен бірге қайнатып пісіретін боламыз. Жалпы асқабақ адам ағзасындағы зат алмасуды реттейді. Қан айналымды жақсартады, ағзаны зиянды заттардан тазартады. Және асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Іш қатудың алдын алады, сонымен қатар семіздіктен арылуға көмектеседі. Асқабақпен алмамызды турап болғаннан кейін үстінен асқабақтарымыз бататындай етіп су құйып, газға қойып, піскенше қайнататын боламыз. Яғни жұмсарғанша пісіретін боламыз. Асқабақтарымыз пісіп болғаннан кейін үстінен 100 граммдай қантымызды саламыз. Және де сіздер егер сұйық шырынды ұнататын болсаңыздар, суды көбірек құйыңыздар, ал егер қою ұнататын болсаңыздар, суды азырақ құйсаңыздар болады. Енді біз осы шырынымызды осылай блендермен езіп алсаңыздар болады. Егер блендерлеріңіз жоқ болса, онда сіздер кәдімгі ситоға асқабақтарыңызды, жаңағы піскен асқабақтарыңызды салып, ситомен шырынын шығарсаңыздар болады. Құрметті достар, біздің шырынымыз өте әдемі болып шықты. Біз барлығын қоюынан алып тастадық. Бізде сұйық емес, қою емес, орташа қалыптағы әдемі шырын шықты. Енді мен қалауыма қарай осылай 2 апельсин және 1 лимонның жартысын қостым. Апельсиннің дәмі өздеріңіз білетіндей өте ерекше. Апельсин шырынымызға өте керемет дәм береді. Сондықтан да 2 емес, одан да көбірек қоссаңыздар да шырындарыңыз өте дәмді болып шығады. Апельсин мен лимонды сығуға ыңғайлы етіп турап, асқабақ шырының үстіне барлық шырынын сығып аламыз. Құрметті достар, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздер үшін өте қуанышты боламын. Апельсиннің барлығын осылай сығып болғаннан кейін бір араластырып, одан кейін барып тағы да жарты лимонды да осылай сығатын боламыз. Кейін барлығын бір араластырып болғаннан кейін қалауларыңызша ішсеңіздер болады. Осымен біздің шырынымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де тура осылай алманы, апельсинді көптеп етіп салсаңыздар, асқабақтың дәмі мүлдем сезілмейтін болады. Құрметті достар, сіздер де тура осылай жасап ішіп көріңіздер. Ағзаға өте пайдалы және ең бастысы бұл жерде иммунитетті көтеріп, ішек құрттарының барлығынан айығатын боласыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.